Сәлем достар, бүгін мен сіздерге осындай әдемі рулет пісіріп көрсетемін. Біз алдымен ол үшін омлетін дайындап аламыз. Бізге керегі жұмыртқа, сыр және манка ұнтағы, майонез, тұз, бұрыш керек дәміне қарай. Біз осының бәрін дайындап алып 10 минутқа тындырып қоямыз. Себебі бұл жерде манка ұнтағы бар. Манка ұнтағы ісіну үшін 10 минутқа қойып қоямыз. Мен қанша грамм керектігін астына жазып қоямын. Он минутқа тындырып қоямыз. Міне 10 минут өтті. Енді біз бұны формаға салып, жақсылап жайып, бір келкетіп жайып, жұп-жұқа етіп, 180 градуста 10 минутқа пісіріп аламыз. Пісті міне 10 минутқа. Енді бұны ыстық күйінде осылай орап қойып қоямыз суығанша. Ол суығанша біз ішіндегі начинкасын дайындаймыз. Жарты сәбіз керек бізге. Оны теркадан жақсылап өткіземіз. Мен астына марлыны төсеген себебім, оны біз қазір суын сығып аламыз. Суын сығып алғанымыздың себебі, егер біз суын сықпасақ, піскен кезде ол шашылып кетеді. Осылай суын сығып аламыз жақсылап. Менде суы сығылды сәбіздің. Енді пиязымыздың суын сығып аламыз теркадан өткізіп. Міндетті түрде суын сығыңыздар, себебі піскен кезде шашылмай әдемі болып кесіледі. Міне осылай пиязымыздың да суын сығып аламыз. Осылай шықты менде. Енді бұны біз тауықтың төс етін мясорубкадан өткізіп, тұз бұрышын салып, бәрін араластырамыз біріккенше. Жаңа Талгон фирмасының фольгасына суыған омлетімізді салып ораймыз. Осылай екі қабат қылып төсейміз Талгон фирмасының фольгасын. Осы омлетіміздің ішіне жаңа фаршымызды саламыз. Мұнда да
шетіне шығармай, шетінен 1 сантиметрдей қалдырып ораймыз. Себебі шетіне дейін шығарсаңыздар, ораған кезде шығып кетеді. Бір текіс етіп жұқалап жайып аламыз. Енді ішіне қызыл тәтті бұрышты сүйіп шығамыз. Бұл қызыл бұрыш кескен кезде өте әдемі рең береді. Қысып ораймыз осылай. Жақсылап қысып ораймыз. Тігісін астына қаратамыз. Екі жағын бекітеміз жақсылап. Екінші фольгаға да дәл солай тігісін белгілеп, екі жағын бекітеміз. Енді бұны 180 градуста 35 минутқа пісіреміз. Суытып морозильникке салып, міне менде дайын болды. 2 сағаттай морозильникте тұрды менде. Осындай әдемі дастарханның көркін ашатын дәмді рулеттер шықты. Сіздерге де ұнайды деген үміттемін. Астарыңыз дәмді болсын.